Қайырлы күн бәріңізге. Бүгін мен сіздермен бөлісетін видеоның тақырыбы әлеуметтік аударымдар бойынша үзінді көшірмені алу ЕГОВ-тан. Біз ол үшін ЕГОВ-ға кіреміз. ЕГОВ ЕЦП арқылы. ЕГОВ-тың басты бетінде кеден және салықтар деген бөлім таңдаймыз. Кеден және салықтарды ашатын болсақ, бізде үш шығады. Кеден, салық салу, экономика және қаржы. Біз осы үшін салық салу деген таңдаймыз. Барлық толық көшіру дегенді басамын. Осының ішінде бюджет пен есеп айырысулар жай күйі туралы, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер бойынша жеке шоттан үзінді көшірме беру дегенді таңдаймын. Онлайн сұрауды басамын. Енді мына жерге мемлекеттік кірістер органын жазу керекпін. Таңдау. Бұл бізде прописка бойынша беріледі. Кімде прописка қажеті, соны таңдаймыз. Сол ауданды таңдаймыз. Астана қаласы. Нұра ауданы бойынша. Кезеңнің аяқталу күніне мен бүгінгі датаны қоямын. Және нежеде жүргізілген барлық төлем өзімді көшірмеден қосу дегенге мен жоқ деймін. Өйткені маған тек қана ИП-дан түскен әлеуметтік аударымдардың өзімді көшірмесі керек. Бұдан әрі дегенді басамын. Қол қоямыз ЕЦП арқылы. Менде сұраныс өңделуде бір жұмыс күннің ішінде дайын болды деп шығып тұр. Мына жерде мәртебесін жаңартуды басамыз. Немесе келген хабарламалардың ішіне қараймыз. Осының ішінде жеке кабинетке кіреміз. Кіріс дегенді басамыз. Менің жаңа жіберген өтінішім мұнда шығып тұр. Осының ішінде мәртебе парағы дегенге кіріп қараймыз. Осы мәртебе парағының ішінде біздің әлеуметтік аударымдар бойынша үзінді көшірмеміз осы жерден шығып тұрады. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар.